Сәлем канал көрермендері. Бүгін кредит кешірілмейді, банкроттық деген әлі заңдық күшіне енген жоқ, ол заявление жіберілмейді, табылмайды, өтірік, адамды алдамасаңшы деген комментарийға осы видеом жауап болсын деген ниетпен түсіріп отырмын. егов қосымшасын телефонға жүктеп алып, өз аты жөніңізбен тіркелесіздер. Содан соң главный деген, яғни басты бетінде өтініш деген батырмасы болады видеодағыдай. Кәдімгі ағылшынша жазылған өтініш. Бұл жерде не бере аласыз? Сіз тіпті соттың шешімін, немесе сіз ауылдағы жолдың дұрыс еместігі, солар бойынша арыз бере аласыз любой жерге. Қазір біз подать обращение деген батырмасын басамыз. 1-2-3 минут күтесіздер. Одан соң егов порталына, басты порталына өтеді. Продолжая действие. Осы әрекетіңізді нақтау керексіз, окей деп басасыз. егов приложениесіне, яғни басты бетіне өтті. Мынау қайтадан фио ин дейді, email нөмір телефоныңызда сіз рұқсат бересіз олар көру үшін. Разрешить дегенді басасыз. Одан соң заявление деп тұр, 4-ші арыз. Сіз бұның тілін қазақ тіліне қойып алсаңыз болады. Приложенияның тілі алмаған орысша ыңғайлырақ болғаннан кейін орысша қойдым. Айып етпеңіздер. Заявление деген таңдадық. Одан кейін мына жерге, қай жерге осы кредит туралы арызымыз негізі қаралады. Кім қарайды? Агентство қарайды. Қазір мен сіздерге видео арқылы қысқартып көрсететін боламын. Агентство дегенді қысқартып АРРФР деп шығу керек. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка дейді. Осыны таңдайсыздар. Описание. Мен бұл жерде өзім атым жөнімді жазып, мысалы ретінде өзімнің жағдайымды мысалы ретінде қана қылып жаздым. Мысалы, сәлеметсіз бе, менің атым сондай-сондай, менің атымда 2-3 кредит бар. Мысалы, 2-3 микрокредитім бар. Осыларды төлей алмай жатырмын. Төлей алмау себебім, мысалы, мен декреттемін. Жолдасым бар. Жолдасым бірақ инвалид. Мысалы ретінде жазып жатырмын. Отбасына әкелетін қаражаты 50 000 теңге. Ол бізге жетпейді. Сондықтан осы кредиттерімді кешіру мақсатында мені банкрот деп тануыңызды сұраймын деп қысқаша осылай жаздым видеодағыдай. Описание деген жерде қарап отырсаңыздар, аты до жағдайымды жазып жатырмын мысалы ретінде. Тұратын жерімді де мысалы жазуға болады. Ауылда тұрам. Банктерден алдым, микроорганизациялардан алған кредиттерім бар деген сияқты өзімнің жағдайымды жақсылап осы бетке сиятындай қылып жазасыздар. Одан кейін указать на карте дейді, ол жерге негізі тұрғылықты жеріңізді көрсетсеңіз болады, немесе көрсетпесеңіз болады. Мен бұл жағдайда көрсетпедім. Төлей алмай жатырмын деп жазып жатырмын. Себебі отбасылық жағдайыма байланысты. Отбасылық жағдайымды нашар екенін осы жерде жақсылап нақтылап көрсету керекпін.
осылай жағдайымды жазып болғаннан кейін жаңағыдай указать на карте дегенде пропустить етесіздер. Қаласаңыздар көрсетуге болады. Файле деген жерге қолмен жазған арызыңызды міндетті түрде прикрепить етесіздер, яғни осы жерге тіркейсіздер. Арызыңызды жаңағы агентствоға шапочкасын жаңағы агентствоға арнайсыздар. Сол кісілер қарау керек сіздің арызыңызды. Одан кейін ортасына арыз, менің аты жөнім сондай деп жаңағы описанияға жазылған қысқаша өзіңіздің жағдайыңызды жазып кетесіз, қағаз бетіне түсіріп. Күні и қолы болу керек. Соны фотоға түсіріп телефоныңызға осы жерге тіркеу керексіз, прикрепить ету керексіз. Одан кейін фактически тұрған жеріңізді көрсетесіздер. Подписать и отправить дегенді басасыздар. Одан кейін ЭЦП-мен тіркеледі. ЕГОВ приложениясында қосымшасында ЭЦП-ңыз болу керек. ЭЦП менде бар, оны алу туралы да видео бар. Осы YouTube каналда қарасаңыздар болады. Одан кейін сізден оценка сұрап жатыр. Осы приложение ұнады ма жоқ па деген. Осылай оценка болғаннан кейін обращение подписано деп шығып тұр. Осыны қарау үшін мои обращениеға өтесіздер, сол жерден көруге болады. Негізі бұл да жазылып тұр. 3 май 2022 жылы жіберілген, сағат кешкі 20:22-де жібердім. Бұл кешегі күнгі видео. Бүгінгі күні обращениемді отозвать етпедім. Мен заявлениесіз жіберіп, ол қабылдайды ма жоқ па деген ниетпен жібердім. Так, мына жерде қысқаша заявлением тұр. Создано и зарегистрировано деп тұр. Бұл 8 май күні сағат 20:22-де жіберген, кешкі 8:22-де жіберген болатын. Енді бүгінгі күні қайтадан ЕГОВ-қа кіріп қарадым. И ол жерде тұр, кім исполнитель, кімге жіберді, кім қарайды, қанша күнде қарайды, барлығы тұр. Оған, как обычно, ЕГОВ-қа кіресіздер да, сервис өтініш деген басты беттегі батырмасын қайтадан басып тексерсеңіз болады. Видеодағыдай. Сервис өтінішті басасыздар. Мои обращения деген таңдайсыздар. Жоғарғы бетінде тұр. Оң жақ бөлігінде мои обращения. Так, назначенный исполнитель. Көрдіңіз бе? Уже тағайындалған. Кім қарайды, кімге берілген осы арызым. Создано назначенный исполнитель. Кайрабаева Әділ Болатқызы. Кайбарова. Кешірім сұрайым. Кайбарова деп тұр, Әділ. Так. Одан кейін қай күнге дейін қаралатыны тұр. Кішкене сәл астына түссеңіз. 26 май күнге дейін менің өтінішім қарауда болады. 26 майдан кейін мен сіздерге тағы да видео түсіретін боламын. Осы өтінішім бойынша қандай шешім қабылданғаны туралы. Осы ақпарат сіздерге ұнаған деген ниеттемін. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.